Ендеше қалай басталған бастан айтып берейін. Біз Қызылорда облысы Сексеуіл кентіне келдік. Ал Қызылорда мен Сексеуілдің арасы ровно 500 километр. Қызылорда жып-жылы болса, бұл жақ қақаған аяз. Медет бауырым мына. Сексеуілге келдік ана машинамен. Енді мына екі УАЗ болып АГСП-ге шығып баратырық. Сексеуіл газ осындай. Жаңа видеодан байқағандай біз АГСП деген жерге баратырық. Жаңағы горячий источник сол АГСП ауылының маңайында. Ал оған дейін осы Сексеуілден тағы да 70 километр. Бірақ жол деген өте нашар, яғни базойдың трассасымен жүресіз. Біз екі УАЗик болып шықтық. Алайда екінші УАЗикте майда-шүйда осындай ақаулар болып тұрды. Енді кішігірім ақау енді ол. Уақытша ақау. Қарап жер жатыр көліктерді. Екі көлік болып шықтық, екі УАЗ. Арт бәрі жазық дала. Бізге енді бір Құдай қарасып тұр. Ауа райы дым, жел жоқ. Тамаша. Күн шығып тұр. Негізі күн бұлтты болып, түнде боран болған түгел. Қызылордада қар жоқ, бірақ та Қызылорда облысы Сексеуіл. Бұяқта қар. Бұл бейдет бауырым мына. Өте керемет болып отыр. Алла қаласа. Моши коттедж шығар, әлеге? Амандық болса. От алды. Ендеше ары қарай кеттік. АГСП үшін ыстық су ғой, жерден атылып атқан ыстық су. Қандай аязда да қазір минус 15 градус. Бірақ соның өзінде де жердің астынан 50 градус, 60 градус ыстық су ағып жатыр да. Соған суға түсеміз. Араға 1,5 сағат салып, біз АГСП ауылына жеттік. Қазір Комфортпен барады. керемет. Екі машина бізге удачи етсін. Жол бірақ убиді екен. Анау-мынау машина бара бермейді. Дегенмен де Макс бауырымыз бізді жеткізді. Ал достар, көптен күткен АГСП-ге келдік. Қызылордадан Сексеуілге 400-ден аса километр жүрдік. Одан Сексеуілден мына жаққа қарай 70 километр. Міне. Видеода басқа ғой. Мынау өмірде кайф ғой мынау. Ема, ыстық кәдімгі мынау. Брат, ыстық. Кәдімгі. Ё-майо. Достар, мынау деген ғажап қой, ғажап. Тема. Кәдімгідей ыстық су. Құдайдың құдіреті шынымен. Суға түсу керек қой қазір. Дала деген минус 15 градус. Бірақ та, мына жерден сол 60 градус ыстық су. Ай далада ағып жатыр. Әдемілеп тастар істеп қойыпты. Бұлай қарай жүрейік қазір. Мына жердің бәрі влажный екен. Бұлай қарай ағатта мына жерде бассейн бар. Мына жерлер уже нормально. Анаяқ ыстық. Мына жерлер шамалы уже суыған. Где-то 55 градустай. Тамаша. Қазір мына жақтың температурасын көрейік. Мына жақ где-то 40 градус. Мына жақ 40 градус ыстық. Бір риза болғаным, қоқыс жоқ. Басқа жақтағыдай мына Жауырған, Шымкент жақтарда қоқыс тастап кетеді. Мына урна жасап қойған, адамдар урнаға салған. Парды қарасаңыздаршы, парды. Сөйтіп біз біраз айналып мына бетінде арықты көрдік. Бұл жердің температурасы уже жылы, душтағыдай, яғни 35 градус. Анау менің артында тұрған каньонға ұқсас биік жерді көріп тұрсыздар ғой. Негізі Арал теңізі сол жерге дейін болған. Жалпы мына біз тұрған жер Арал теңізінің асты. Ал бұл АГСП горячий источнигі 1986 жылы бурение барысында табылған. Алдын ала айтып қояйын, бұл су ішуге арналмаған, себебі құрамында сілті бар, темір бар. Мен жай ғана қызық көріп ошаға суға түсуге келдім. Бірақ та ешкімге түс деп айтпаймын, себебі әркімнің организмі әртүрлі. Ал ендеше let's go! Дала минус 15 градус, кішігірім жел бар. Ал сіздер болсаңыздар енді арнайы тіркеліп қойыңыздар. Себебі қазақ тілінде осындай пайдалы контент қалды ма, қалмады ма білмеймін. Әйтеуір барлығы сериал мен шоу болып кетті ғой. Кет. Достарына ыстық кәдім басыма дейін өтіп кетті. Вообще толпайсың ба? Аяқ жылғаннан кейін. Астық. Далада минус 15 градус аяз әдекең. Как болады уже бір бассейнде жүргендей болып жүр ғой. Еще тұзды ғой шамалы, көтереді екен денені. Қойш. Базар жоқ. Сыртқа шығарып жатыр ма кәдімгідей? Вообще толпайсың ғой. Тамаша. Мына жаққа сөйлеп жүрсей.
кайф. Тамаша. Қызылордалықтарға не дейсің енді әдеге? Келу керек дека. Бағалау керек. Бізде де керемет жерлер бар. Иә достар, расымен де Қызылорда облысының өзінде ғана неше түрлі керемет жерлер бар. Негізі халық көптеп келетін еді, просто бұл жақтың жолы өте нашар. Менің сұрайтыным, мына жаққа жол салсаңыздар. Ағайындар, мен өз-өзін тапқан сияқтымын. Яғни ютубқа 2 жылдан бері не түсірсем екен деп ойлап жүредім. Ендігі мен миссиям осындай Қазақстанның керемет жерлерін көрсету. Осы жерде бүкіл ақпарат жазылған, паузаға қойып оқысаңыздар болады. Бәрі міне тұр. Қашан ашылған, неше температура. Сондықтан да сіздер жай ғана маған тіркелсеңіздер, осындайдың әлі жүзін көресіз. Жайде мен үшін ат терлетіп, алысқа баруға мотивация болады. Новыйдан аудитория келу үшін сіздерден көмек. Жай ғана осы видеоны кез келген таныстарыңыздың WhatsApp-ына бөліссеңіздер, яғни осы видеоны сілтемесін. Сіздермен бірге оған мен, Авы Адикус, келесі видеода Арал теңізіне барғанымыз туралы көрсетемін. Міндетті түрде каналды мұқият бақылап отырыңыздар. Ол үшін тіркелу керексіз. Құрметті YouTube көрермендер, неужели осындай пайдалы дүниені шығаратын арнаға тіркелмей өтіп кетесіздер? Міндетті түрде Авы Адикус YouTube арнасына тіркеліп қойыңыздар. Сіздердің әрбір тіркелулеріңіз мен үшін үлкен мотивация. Тағы да басқа да жерлерді түсіруге. Сондықтан тіркеліңіздер. Сіздермен бірге болған мен, Авы Адикус. Келесі кездескенше.